Қайырлы күн, қадірлі көрермен, эфирде кітап қазына хабары. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Малғаждаров Қасиет Кәкенұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор. Құрметті Қасиет Кәкенұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді негізінен біздің хабарымыз кітап туралы болғандықтан, әдебиеттің құралы дегенмен тіл ғой. Сізді тіл маманы ретінде бүгін шақырып отырмыз арнайы. Сіздің зерттеуші ретіндегі объектілеріңіздің тақырыбын айтасыз ба? Кандидаттық жұмысыңыздың, докторлық жұмыстарыңыздың тақырыптары қандай болды? Қай бағытта зерттедіңіз тілді? Сұрақ өтті, түсінікті. Мынау ғылым саласында мені бір бағыма түскен шығар деп төлем осы тақырып. Архонеси талас жазуларына қатысты болды. Соның ішіндегі көне түркі тіліндегі шылау сөздердің зерттелу тарихы сипаттамасы сияқты. Берді та бекітіп, одан енді басында алған кезде жетекшім Алтай Аман Жолып болды. Атақты түркітанушы. Соның нәгіні тақырыпты бергеннен кейін қайда кіріп жүреді ағам мені. Мына университетте көне түркі дегенде оқыған жоқпыз. Руна жазуын өмірі көрмей өстік, ол кезде совет үкіметі кезі ғой. Сөйтіп келе-келе казудың ішінде кәдімгідей бізді үйретті ағамыз. Ана жерге бір тас қоя салады, мына жерге жаңағы не жазып картинкасын қоя салады, оқытып. Содан қызыға бастадым. Ата-бабаларымыздың жазуының басында нешінші ғасырда екенін білмейтінбіз. Содан әгіні жазып келіп, оқи зерттей келсем, біздің ата қызығатындай сондай. Ең көне, ең ежелгі жазу бізде екен ғой. Оған дейін оқығанда ойбай совет үкімет, кеңес үкімет ашты. Бұларда жазу болған жоқ. 2% сауаттылық. Кітап болған жоқ деген сауатсыз деп келді ғой. Кітаптың да тасқа мәрмәр қылып, әдеби тілде жазып кеткен біздің ғана халық. Нансаң да, нанбасаң, міне өз көзім. Мынау Тоны Көктің ескерткішін қараңызшы. Тіп-тік несі алып қалғанда әдеби норма. Өзінің жазу стилі, өзінің жазу әрине сол кездік неге сәйкестендірілген, енді ол әр заманның өз жазу ғой. Дегенмен әрпі, алфавиті қазығы, әліппесі ол кәдімгі. Демек, осы тақырып бойынша Қасеке кандидаттық жұмысы да, докторлық жұмысы. Докторлықты Арманға соны жалғастырды. Өте жақсы. Енді мені қызықтырып тұрған тағы бір сұрақ бар. Ол сіздің Томирис көркем тарихи фильмі туралы. Осы фильмге сіздің қатысыңыз бар екен. Соның тіліне, сондағы сөйлеу мәнерлеріне осы туралы айтып бергізші. Мен осыған байланысты маған хабарласты Казгуден. Жалпы тіл кафедрасының меңгерушісі Мадиева Гүлмира деген. Сәрсен Аманжоловтың шәкірттерін іздеп жатыр, қайдасында деп. Срочно жаңағындай белгі бердіңдер деп. Мен Тараздамын. Сосын біраз уақыттан кейін мені жаңағы Ерболат Сауырғы ректорда, ол да сол Сәрсен Аманжоловтың шәкірті. Қасиет келіп кетті срочно деп. Мен қоймай не болып болды, тағы бір есебі. Бардық, бірісі айтады. Томирис деген кино түсірейін деп жатыр. Менің қолым тимейді. Анау ораз ініміз Стамбулда. Сол жақ кетіп қалған. Қалған сенсің енді. Сонда не жөнінен көмектесті? Аударма. Тіл керек. Бірінші аударма. Сұрап өтін көне. Ол анау Геродоттың несінен біздің Әл-Фараби аударады. Әл-Фарабидікі орысшаға аударылады. Орысшадан аударып сол бізге келеді. Біз оны қайтадан түрік тіліне аударып беру керек. Көне түркіне аудару керек. Қазақ тіліне емес, кәдімгі көне түркі. Киноға сол көне түркі тіл керек. Иә, көне түркіде қазақшасымен бірге аудармасын түсіндіріп беруіміз керек болды. Содан жаңағыны 30 бет 40 беттен түсіріп отырды түнде. Соны аударып жіберіп отырды енді. Содан сол ортада жаңағы бұл енді қалай оқылады? Актерлар қалай дыбыстайды? Қалай дыбыстайды? Бұның жаңағы интонациясы қалай болады? Олардың өмірде естімеген тілі ғой. Енді қайда енді? Бұл жерде қазақтың таза қазақ тілі емес қой, ол көне қазақ тілі ғой, былай қарасаң. Содан ой маған тек қана аудар деп еді ғой. Жоқ, енді сіздер мамансыздар ғой, сондықтан бойларыңызда бар ғой, енді кірдіңіздер ғой бұған әбден. Көріңіз деді. Содан мен түні бойы жүремін ғой, кабинетімде жүріп алам. Ағыны оқып жүріп алам, келмейді, қолымда диктофон.
содан әлгі бір уақытта келді ау дедім да жазып келіп алдым да жібердім. Бұлар әнші Әміре деген бар екен, соған менің аударған текстімді соған жіберіпті. Ол дыбыстайды. Ол дыбыстайды, ол қазіргі неге сақ қойған. Бүгінгі үн, бүгінгі қазақтың үніне салған. Мен айттым, бұл жерде олай оқылмайды. Сөйтіп жаңағындай жалғаннан кейін олар рахмет айтты. Өте жақсы, бізге осы ұнады деді. Қасиет Кәкенұлы, сонда қандай ұстанымды ұстандыңыз? Сонда көне тілді қалай дыбыстады деп ойладыңыз? Неге сүйендіңіз? Қайдан шығардыңыз? Бұрын болмаған, естімеген тіліңіз ғой енді. Әрине. Жазуды оқығанмен де. Бірінші көне тіл өте қатқыл тіл. Қатқыл тіл кәдімгі. Далада жүрген батырлардың жүр, былай айтқанда енді қарапайым тілмен айтқанда жабайы тіл деп айтайықшы. Бірақ әріптері қатқыл деймін, қатаң дыбыстары көп, қатқыл тіл. Сосын бұл жаңағы мәтін бойынша айтылатын дүние мазмұны, бұл хандардың арасындағы бұйра сөйлеу, жаңағы алып кеш бүйтіп кеш деген әңгіме жоқ ол жерде. Сондықтан өсиет ретінде айтып жатқан. Сондықтан ол жердегі мысалы өзі ұстаным басқа. Соған байланысты ханның терең ойлы әрі бұйрықты сондай бір мәлімдемелер. Түрік бектері мен саған ескертіп жатырмын, қатты тыңда, мәңгесін сақта деп. Кәдімгі айтып тұрған нәрсені сен оны басқаша айта алмайсың. Әрине, оны жұмсақ және де оның көне тілінің несіне салу керек. Өзі көне түркі тілінің несі дыбысталуы, үндесімі басқа. Өте қатқыл. Бүгінгі таңда ондай дыбыстар жоқ қой енді. Қолданбайды. Дұрыс, көп рахмет Қасеке. Үлкен бір жұмыс жасаған екенсіз, үлкен бір еңбек ізденіс екен. Енді бүгінгі таңға келейік. Бүгінгі қазақ тілімізде ың деген әріп жоғалып бара жатқан сыңайлы. Осыған қалай қарайсыз? Сіз не көріп жүрсіз, не біліп жүрсіз? Ың әрпі мысалы қарасаңыз, сол біздің алғашқы жазуымызда бар. Мысалы көне түркіде ың әрпі бар. Неше мың бұрынғы тілдерде? Бұл біздің ерамызға дейінгі 5-ші ғасырда қалыптасқан бұл әліпби. Сонда ың бар. Ың бар. Ың әрпі тұр. Содан бері бүгінгі дейінгі. Тәңірі деп тұр ғой. Тәңірі тек Тәңірі дей деп тұр. Ал енді ың дыбысының көп қолданатыны да бар. Анау айтқан кезде орны бар және. Оның әртүрлі жуан, жіңішке дауыссыздығы да бар. Өзі көне түркінің бір ерекшелігі қазір қазақ тілінде дауысты дыбыстар жуан, жіңішкеге бөлінсе, көне түркі тілінде дауыссыз дыбыстар жуан, жіңішкеге бөлініп есептелген, сөйтіп барып зерттелінген. Міне ерекшелігі сондықтан мына жерде ың әрпінің сол кезден бастап біздің ата-бабаларымыздың артикуляциясы, сөйлеу несінде барлық түркі тілдерінде ортақ жазуда қалыптасқан. Мысалы архон жазуы қазір жалпы айтқанда образда, мысалы әйтпесе көне түркі руна жазу дейміз. Бұл жазу сол кезде барлық қазіргі түркі тілдерінде ортақ болған. Бәріне мысалы. Енді көршілес өзің ағайындарда бар ма әлі күнге дейін ың? Көбінде жоқ. Болған құртты. Мысалы түріктер жоғалтты. Қазіргі түріктер жоғалтып алды. Олардың бұрынғы несінде болған. Өзбектер ақын жоғалтып келе жатыр. Ыңғы мен ны мен гыны қосып, ыңның орнына екі таңбамен белгілеп, олар ақын жоғалтып келе жатыр. Қазақ тілінде де кейбір қазіргі жастардың тілдерінде ыңда айттау байқалады. Тіпті мысалы жасыратын жоқ, тележурналистердің өзінде де байқалып қалады. Мына мектептегі оқушылар, студенттердің арасында емес, жай сөйлесіп отқан кезде. Сол балалардың өзінде байқап қаласыз. Оның себептері көп. Бір себебі мысалы бізде мысалы бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ деген бар ғой. Оның барғанын, оның отырғанын, оның сөйлегенін деген мәселені мысалы мән беріп атпайды. Олар айтты мысалы, сенің сөйлегенің, сенің айтқаның, сенің жүргенің дегенде, сенің айтқаның деп жұмсартып алады. Бітті. Жаңбырдың өзін жаңбыр қылып алды. Сөйтіп сондай дыбыстармен сосын ақырын құлақтан айырады сол дыбысты. Сосын түсінбейді, естімейді ол дыбысты. Ыңның қандай екенін түсінбей тұр да, одан кейін барып жаңағындай қателіктер ақын келіп өзінің дыбыстық нені сақтап қалады. Енді бір әрпімізден айырылу деген Қасиет Кәкенұлы, бұл бір үлкен өкініш қой енді. Өте бұл өйтуге болмайды ғой айырылуға. Бір дыбыстан айырылу деген ол жоқ. Негізі қазақ ғалымдар соған күресіп жатыр ғой. Анау жаңадан латын әліпбиін құрастырғанда ың әрпінде де мәселе туды.
қандай мен берсек, қандай емле оны сонда біз айттық. Ана әрпіне жеке әріп беру керек болды. Оны анандай мынандай қажеті жоқ, ертең жоғалтып аламыз. Ал айырылмау үшін бүгінгі таңда күнделікті не істеуіміз керек деп ойлайсыз? Бұл жерде мысалы бірінші отбасынан бастау керек шығар деп ойлаймын. Үйден, Иә, аңды қалай сөйлетіп үйретуді. Біз көп нәрсені отбасынан бастауымыз керек, баланың тілінен бастау керек. Бала тілден екен. Мектепте оның грамматикада қалай орналастырғанын айтқандығын, орнын түсіндіруіміз керек. Мағынасы қалай, несі қалай. Енді жаңа туған балаға үйден ақырын әкелсе, мектепте ақырын грамматикамен әкелсе, одан кейін ол ешқашан жоғалмайды. Ол мысалы жаңағы сосын ақырын көркем әдебиеттерді қызықтырып, қазіргі балалар енді проблемасы ұзын нені оқымайды ғой. Ұзақ нені оқығысы келмейді. Өйткені оларға қалтасындағы телефонын ала салады да, содан тауып, содан жауап бере салу оларға әлдеқайда жеңіл. Рахмет, Қасиет Кәкенұлы. Өте бір қызықты әңгіме айтып бердіңіз деп ойлаймын. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Рахмет келгеніңізге. Рахмет. Осымен қадірлі көрермен, кітап қазына хабарының кезекті көрсетілімін аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар, кітап оқып жүріңіздер.